Баршаңызға Алланың сәлемі болсын. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алла тағалаға сансыз мақтаулар, сүйікті пайғамбарымызға сәлем мен салауаттар болсын. Ізгілердің өмір жолына үңілсек, олардың өз уақытын өте тиімді пайдаланғанын көреміз. Әсіресе Алла тағалаға жақындататын, сауаптар еселеніп берілетін айларда, күндерде, түндерде, сағаттарда Алланы еске алу, намаз, ораза секілді құлшылықтарды арттыратын. Сондай сауапты түндердің бірі Шағбан айының 14-нен 15-не қараған түн. Ол қасиетті түн Бараат түні деп аталады. Бараат кешірім, тағдыр, тозақтан құтылу түні деп те аталады. Бұлай аталуының себебі осы түні тағдырға қатысты ризық несібе, ажал, өмірге келу және өмірден өту секілді нәрселер нақтыланады. Алланың мейірімімен қаншама адамның күнәсі кешіріліп тозақ отынан құтылады. Бұл түннің артықшылығы жайлы хадистерде, сахабалар мен табиғиндың сөздерінде баяндалған. Бұл түннің артықшылығы жайлы келген хадистерді баяндап өтсек. Бараат күнәлар кешірілетін рахмет түні. Айша анамыздан жеткен хадисте пайғамбарымыз: «Уа, Айша, бұл түннің қандай түн екенін білесің бе?» деп сұрады. Мен: «Алла мен оның елшісі жақсы біледі» деп жауап бердім. Пайғамбарымыз: «Бұл Шағбан айының ортасындағы түн. Алла тағала бұл түні пенделеріне мейіріммен қарайды, кешірім сұраушыларға кешірім береді, мейірім сұраушыларға өзінің мейірімін төгеді. Алайда пиғылы жаман адамды мейірімсіз қалдырады, әрі олар зұлымдықтан арылмаса, оларды жарылқамайды да» деген. Келесі хадисте пайғамбарымыз былай дейді: «Алла тағала Шағбан айының ортасы болған түні пенделеріне мейірімін жаудырады. Тек қана өзіне серік қосушымен жүрегінде мұсылман бауырына деген кегі бар адамнан басқасының барлығының күнәсін кешіреді» деген. Бараат тозақтан құтылуға мүмкіндік беретін түн. Пайғамбарымыз: «Жәбірейіл маған келіп, бұл Шағбан айының 15-ші түні. Алла тағала бұл түні көптеген адамдарды тозақтан азат етеді. Олардың саны қалып тайпасының қойларының жүнінен асып түседі. Тек осы түнде Аллаға серік қосушыларға, бір-біріне өштесіп жүрген адамдарға, туысқанды қарым-қатынасты үзушілерге, изарын тәкаппарланып тобықтан төмен түсіретіндерге, ата-анасына қарсы шығатындарға, араққа салынғандарға мейіріммен қарамайды» деді. Бараат, бір жылдық, ажал, дүниеден өту, ризық несібе тағы да басқа, тағдыр жазылатын түн. Айша анамыздан келген риуаятта пайғамбарымыз Айша анамызға: «Бұл түннің, яғни Шағбан айының ортасындағы қандай түн екенін білесің бе?» деп сұрады. Мен: «Ол түнде не болады?» дедім. Сонда пайғамбарымыз: «Бұл түнде сол жылы дүниеге келетіндер және сол жылы дүниеден өтетіндер жазылады. Ол түні пенделердің амалдары көтеріліп, ризықтары белгіленеді» деді. Бараат дұғалар қабыл болатын түн. Пайғамбарымыз: «Шағбан айының жартысы толғанда түнін намазбен, күндізін ораза ұстаумен өткізіңдер. Өйткені Алла тағала күн ұясына батқанда: кешірім тілеуші бар ма, кешірейін. Ризық сұраушы бар ма, ризық берейін. Ауру сырқауға ұшыраған бар ма, шипасын берейін. Қане, не сұраушы бар?» деп таң шапағы атқанға дейін рақымын төгеді» деген. Қадірлі де құрметті көрермендер, ең жақсы дұғалар қайда десек, әрине, бұл Құрандағы дұғалар. Сондықтан сіздер үшін арнайы жинақталған Құрандағы 40 дұға электронды кітапшасы сатылымда. Кітапшада ризық, береке, кешірім сұрау, иман байлығы және тағы да басқа тақырыпта дұғалар бар. Бағасы 50% жеңілдікпен бар болғаны 1000 теңге. Қолжетімді, арзан бағада алып үлгеріңіз. Сонымен қатар әр сатып алушыға сыйлыққа 5 керемет электронды кітапша беріледі. Олар пайғамбарлар дұғалары, кешірім сұрау дұғалары, мыңдаған сауабы бар 6 салауат, ризық арттырудың 15 жолы мен ризық пен береке туралы 25 дұға. Асығыңыз, мүмкіндікті жіберіп алмаңыз, экранда көрсетілген нөмірге жеңілдік сөзін жазыңыз да, төлем жасап электронды кітапшаларды бірден алыңыз. Пайғамбарымыз: 5 түнді ұйықтамай құлшылықпен өткізген адам міндетті түрде жәннатқа кіреді. Олар тәруия, арапа, құрбан айт, ораза айт және Шағбанның 15-ші түндері деген. Сахабалар, табиғиндер және одан кейінгі ғасырда өткен ғалымдар бұл түнді ұлықтаған және оған ерекше дайындық көрген. Бараат түнінің берекесіне қол жеткізу үшін ғалымдар келесі істерге мән беруді айтқан. Құптан мен таң намазын жамағат болып оқу. Пайғамбарымыз: «Бұл түні көктердің есіктері ашылады, періштелер мұсылмандарға сүйінші айтады, ғибадатқа шақырады.
Бара түнде көп ғибадат жасаңдар. Әйтпесе қияметте өкінесіңдер делінген. Ең алдымен біз парыз намаздарды оқу, сосын сүннет және мұстахаб ғибадаттарды орындау арқылы Құдайдың осы бұйрығына құлақ түргеніміз жөн. Құлшылық етуге шамасы келмесе, жоқ дегенде күнә істерден арылу. Пайғамбарымыз бұл түні мұсылман туысымен байланысын үзгендер, өзін жоғары санағандар және ата-анасына қарсы шыққандар кешірілмейді деген. Ата-ананы құрметтеу, туыстармен хабарласып, хал-жағдай сұрасу, аурулардың көңілін сұрау, бала-шағаға өнеге болу арқылы да күнәлар кешірілуі мүмкін. Тәубе ету және истиғфар айтуға көңіл бөліп, түрлі бидғаттардан сақтану. Бұл түні мұсылман адам жыл бойы істеген істерін, өз өмірін бір ойлап көру керек. Егер өзінің іс-әрекеттерінде бір кемшілік бар екенін байқаса, Құдайдан кешірім сұрап, оны тез түзетуге тырысуы керек. Егер біреуді ренжіткен немесе біреуден араз болса, бір-бірінен кешірім сұрап, бауырлар секілді достасу керек. Егер біреуден қарыз алып, себепсіз қайтармай жүрген болса, дереу қарызын қайтару жолдарын қарастыру керек. Қайтсе де, жаратқан иемізге тәубе етіп, тура жолға түсуіміз қажет. Өзі және мұсылман үммет үшін қайырлы дұғалар жасау. Дұға ғибадаттың мәйегі. Алла тағала пендесіне әрдайым дұға жасауды бұйырады. Осы түні дұғалардың қабыл болуы әбден мүмкін. Ендеше әрбір мұсылман бұл түнді бағалай білуі керек. Бұл түні мүміннің жүрегінде өзге адамдарға деген ашу ызасы болмауы қажет, өзгелерді кешіріп, оларға жақсылық тілеуі тиіс. Шамасына қарай зікір айту, нәпіл намаз оқу, Құран тилауат ету. Бұл түнді зікірге арнаған өте жақсы. Әсіресе пайғамбарымызға салауат айту. Тахаджуд немесе басқа да нәпіл намаздарды оқу құпталады. Нәпіл намаз жамағатпен оқылмайды, әркім өзі жеке оқиды. Ал Құран оқу осы түні атқарылар пайдалы құлшылықтың түріне жатады. Мүмкіндік болса, Шағбан айының 15-ші күні ораза тұту. Пайғамбарымыз былай деген: Шағбан айының жартысы толған түнді құлшылықпен өткізіңдер. Күндіз ораза ұстаңдар. Өйткені Алла тағала күн ұясына батқан шақта, кешірім тілеуші бар ма, кешірейін. Ризық сұраушы бар ма, ризық берейін. Ауру сырқауға ұшыраған бар ма, шипасын берейін деп, таң шапағы атқанға дейін рахымын төгеді. Бұл күні ораза тұту мұстахаб. Ораза ұстамаған адам күнәһар болмайды. Айтылғандарды бір қайталап өтсек: құптан мен таң намазын жамағат болып оқу. Құлшылық етуге шамасы келмесе, жоқ дегенде күнә істерден арылу. Тәубе ету және истиғфар айтуға көңіл бөліп, түрлі бидғаттардан сақтану. Өзі және мұсылман үммет үшін қайырлы дұғалар жасау. Шамасына қарай зікір айту, нәпіл намаз оқу, Құран тилауат ету. Мүмкіндік болса, Шағбан айының 15-ші күні ораза тұту. Міне, қымбатты көрермендер, барат күнәлардан тазарып, оттан құтылуға мүмкіндік беретін, дұғалар қабыл болатын, кері қайтарылмайтын берекелі түн. Бұл қасиетті түнде орындаған барша құлшылықтарымызды, дұға, тілектерімізді Алла тағала қабыл етсін. Барша күнәмізден тазартып, Рамазан айына аман есен жетуді нәсіп етсін.